Менің аты жөнім Жанболатова Сайора. Еуразия технологиялық колледжінің қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінің оқытушысымын. Бүгін біз қазақ әдебиеті сабағынан Медеу Сәрсекенің Қаныш Сәтбаев роман-эссесінің екінші бөлімі үлкен жезқазған шығармасындағы көркемдегіш құралдармен танысатын боламыз. Сабағымыздың мақсаты көркемдегіш құралдар туралы түсініктеріңізді қалыптастырып, шығармадан алынған үзінділерден көркемдегіш құралды табу. Ал енді еркін микрофон әдісі бойынша үйге берілген тапсырманы қайталайық. Томск технологиялық институтының кен факультетінің геологиялық барлау бөлімінде оқыған Қаныштың орнына өзіңізді қойып, алыстағы отбасыңызға хат жазыңыз. Жарайсыздар. Ал енді көркемдегіш құралмен таныс болайық. Көркемдегіш құралдар дегеніміз ол автордың шығарманы әсерлеу, бейнелеуіне септігін тигізіп, оның шеберлігін танытатын құралдар. Көркемдегіш құралдарға теңеу жатады. Теңеу дегеніміз заттың, не болмаса құбылыстың сыр-сипатын, белгі бедерін, қадір-қасиетін, сапасының өзге затпен, не болмаса өзге бір құбылыспен салыстыра суреттеу арқылы танытып, айрықша мағына беру. Теңеу мынадай жұрнақтар арқылы жасалады. Дай-дей, тай-тей, дайын, дейін жұрнақтар арқылы. Екінші, ша, ше жұрнақтар арқылы жасалады. Үшінші, секілді, сияқты, тәрізді сөздерінің көмегімен жасалса. Төртінші, бейне сөзінің көмегімен жасалады. Бесінші, тең. Алтыншы, ұқсас сөздерінің көмегі арқылы жасалады екен. Мысалы, Ожымбай қияда қомданған алып бүркітше екі иығын қозғап қойып сөз бастады. Сыбызғыны енді асықпай бозторғайдың үніндей шырылдата бастап, жан сезімді қытықтағандай әдемі бұлбұл үніне ауысты. Осы мысалдан теңеуді тауып көріңіздер. Жақсы, енді келесі көркемдегіш құралдың бір түрі эпитет. Эпитет дегеніміз заттың, не болмаса құбылыстың айрықша сипаты мен сапасын анықтап, ерекше көріктендіру үшін қолданылатын айқындаулар. Мысалы, кәмшат бөрік, ақ тамақ қара қасты, сұлу қыздың көріп пең мұндай түрін. Бұраң бел, бойы сұлу, түзу аяқ, болады осындай қыз, некен саяқ деп, осы өлең жолдарында эпитетті қолданған екен. Ал енді келесі көркемдегіш құралдың бір түрі метафора. Метафора дегеніміз суреттеліп отырған зат, не болмаса құбылысты айқындай түсу үшін оларды ұқсас өзге бір затқа, не болмаса құбылысқа балап айту. Метафораны ауыстыру деп те атайды. Мысалы, түн, аспан жасыл жайма, жұлдыз ақық, бұлақ қыз, шолпы-таққан сылдыратып, көк заңғар, дала шалқар, бұл сұлулық тұр менің жүрегімнен жыр құлатып. Келесі метонимия. Метонимия дегеніміз зат, не құбылыстың қасиетін, сапасын, түр-түсін алмастыра суреттеу. Алмастырылған заттың белгілеріне қарап, нені сөз еткенін ұғуға болады. Метонимияны алмастыру деп те атайды. Мысалы, кейінгі қалған көпекке қалайда белін шешті екен. Бұл жерде көпек батырмен салыстырғанда бағасы төмен адам. Белін шешті деген төмен адамнан жеңілгенін мойындау және жеңілу деген мағынаны білдіреді. Келесі көркемдегіш құралдың бір түрі синекдоха. Ол бүтіннің орнына бөлшекті, бөлшектің орнына бүтінді пайдалану, яғни бұл суреттеген құбылыстарға ерекше рең, ажар беріп, айтпақ ойын аша түсуге мейлінше ықпал еткен көркемдік тәсілдердің бірі. Синекдоханы меңзеу деп те атауға болады. Мысалы, жығылғанды тұрғызсаң, жылағанды уатсаң, қисайғанды түзетсең, сұлтан ием жасапты.
Бұл жерде жығылғанды, жылағанды, қисайғанды деп бүтіннің орнына бөлшекті, бөлшектің орнына бүтінді пайдаланып тұр. Келесі кейіптеу көркемдегіш құралы. Кейіптеу дегеніміз жансыз заттарды, табиғат құбылыстарын адамға теңеп суреттеу. Мысалы, күн жоқта кісімсінер жұлдыз бен ай, ол қайтсын қара түнде жарқылдамай. Азалы ақ көрпесін сілке тастап, жер күлімдері өзіне беріп шырай. Келесі гипербола. Ол затты, нәрсені өз шамасынан ұлғайтып, асыра суреттеу. Мысалы, келбетіне қараса, омырау даладай, жолбарыстай жон түзген, аш күзендей бүгелген, ор киіктей жүгірген, отбасы орны отаудай, қабырғасы жонсаудай, ор қояндай қабақты, қиғаш қамыс құлақты, тарланды мінер мекенсің. Ал енді затты немесе нәрсені өз шамасынан төмендетіп, кішірейте суреттеу, яғни гиперболаға қарама-қарсы ол литота. Литота, мысалы, астына мінген тарланның тұрпатына қараса, от орнындай тұяқтан, оймақтай қалыпты, етектейін ернінің екі елісі қалыпты. Қиған қамыс құлақтан, жалбыраған жалыннан жалғыз қарыс қалыпты. Ал енді Қаныш Сәтбаев роман-эссесінің үлкен жезқазған бөлімінен алынған үзіндіге назар аударыңыздар. Және бұл үзіндіден көркемдегіш құралдар бар ма? Назар аударып қарап отырыңыздар. Төр жайлауға ауылдың қонған кезі. Қыс бойы шаруа қамымен бір-біріне қатыса алмаған ағайын жұрағат амандаса келіп, жапа-тармағай қауышып жатқан мәре-сәре мезгіл. Күн қызыл ектеніп батып барады. Төңірек түгел жайқалған көк, ауыл іргесінде жалтыраған айдың көл. Кенет отау үйлердің бірінің алдынан жайлаудың саф ауасын діріл қақтырып желпігендей, маужыраған табиғатты, шаруа күйлеген ауыл адамдарының назарын өзіне еріксіз қаратқандай сазды үн құйылжи шығып, жан жүйеңді еліте жөнеледі. Кенет тыңдаушылардың бірі қатты да дауыстап, «О, бәрекелді! Сәтекеңнің төрт арысы, өнерде босын айтыңдар, оқысаңдар, осылай оқыңдар» деп қошемет білдіреді. Төрт арыс дейтіні өнер көрсетіп тұрған ағайындыларға білдірген қошемет. Әбікей гармонда ойнаса, Әбдікерім скрипканың дүлдүлі, Бөкеш домбыраға жүйрік, Алғаныш мандолина мен гитарды бірдей тартады. Ағайындылардың сауық-сайраны әдетте жұлдызды түннің бір уағына дейін созылады. Ән әуенге қоса қаладан көрген, білген жаңалықтарын майын тамызып әңгіме айтады. Дауыстап, Абай және ескі ақындар өлеңдерін оқиды. Ауыл өмірінің көлеңкелі жақтарын әжуалайтын сықақтарды ойнап, жиналған жұртты күлкіге қарық қылады. Осы үзіндіден көркемдегіш құралдарды табыңыздар. Келесі, тамылжыған жаздың соңғы күндерінің бірінде Шідерті өзенінің жағасында жайлауда отырған Сәтбай ауылынан ат жеккен, соңында бір топ салт атты ілескен жеңіл арба ертісті бетке ұстап жолға шықты. Делбедеш Бапай палуан, жолаушысы әкелі балалы Сәтбаевтар. Бөкеш, Нұрлан бастаған саяқ жігіттер бұларды күншілік жерге ұзатып салып, ұзақ қоштасып, қанышты қайта-қайта бетінен сүйіп, кейін қайтты. Қалаға асыққан балаға солар аяңдап келе жатқан сияқты. Алып ұшқан көңілі елегізіп, албыратқан жүрегі өзгеше дүрсілдеп, дегбірсізденіп келеді. Қашан жетеміз, неғылған ұзақ жол деп қобалжығандай. Қобалжыған сайын делебесі қозып, сағым ойнаған ұшық ерсіз иен жазыққа жабырқай қарайды. Амал не? Асыға күткен қала жуық маңда жеткізер емес. Үшінші күннің кешінде жолаушылар қала оттарын көреді. Осы мәтіннен алынған үзіндіден де көркемдегіш құралдар тауып көріңіздер. Ал енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс ретінде төмендегі сілтемемен кіріп, ойын бағдарламасы арқылы тест тапсырмаларын орындаңыздар.
осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.